Әділетті Қазақстан заңмен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен өткен мәжілісте өңір басшысы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауының маңыздылығы мен басымдықтарына жан-жақты тоқталып, белгіленген міндеттер мен мақсаттарды жүзеге асыру үшін жауапты орынбасарлар мен басқарма басшыларына нақты тапсырмалар берді. Жолдауда жүктелген міндеттердің орындалуының қатаң қадағалауда болатынын айтты. Бұл жолғы стратегиялық құжаттың тақырыбы әділетті Қазақстан заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм. Айқындалған 9 міндеттің әрқайсысы еліміздің бүгіні мен ертеңі үшін аса маңызды. Сондықтан ондағы міндеттерді жүзеге асыруға бәріміз жұмыла атсалысуымыз керек, деді облыс әкімі мәжілісте. Жолдауда қай бағыттарға басымдық берілгеніне де тоқталды. Мемлекет басшысы маңызды құжатта ақша несие саясат мен фискалды саясаттың арасындағы үйлесімсіздікті жою бойынша жолдаудың бірінші бағытында қазір нақты секторға несие әлі де ойдағыдай берілмей жатқанын атап өтті. Шағын және орта бизнесті жеткілікті қаржыландыру мәселесі де шешілмегенін ескертті. Үкімет пен ұлттық банкке оңтайлы шешімдер қабылдауды тапсырды. Осы бағыттағы жұмыстарды жандандыруымыз керек, деді облыс әкімі. Сонымен қатар экономикамыздың көлемін арттыру және өңіріміздің жалпы ішкі өнімін өсіру бойынша тапсырма берді. Әсіресе әрбір облыс қала әкімдері үшін осы бойынша нақты шараларын әзірлеуді тапсырамын. Бұл бойынша біз жұмысты бастап кеттік. Бірақ соны тағы да фокус жоғалтпай осы мәселе бойынша қолға алу керек. Бюджетті тиімді игеру және бөлу тәртібі, салық саясатын тиімділігін арттыру біздің басты міндетіміз. Жеке табыс салығын мөлшерлемесін азаматтардың кірісіне қарай дифференциялау жасауды тапсырды. Бұл бойынша да осы бағытта салық саласын жетілдіруіміз қажет. Жолдаудың екінші бағыты инвестициялық ахуалды және бизнес жүргізуге қажетті жағдай жасау керек. Сонымен қатар мемлекет жекеменшік әріптестік арқылы іске асырылатын жобалар сапалы әзірлеуді тапсырды. Әсіресе халықаралық қаржы институттары қатысатын жобаларға баса назар аудару қажеттігін атап өтті. 2029 жылға қарай орта бизнестің ел экономикасына үлесі 15%-ға жеткізу жөнінде үкіметке міндет қойып отыр. Сондай-ақ мемлекет басшысының агроөнеркәсіп кешенін тікелей субсидиялау тәсілінен арзан несие беру тәсіліне көшуді тапсырғанын атады. Айқындалған жаңа міндеттерді түсіндірген өңір басшысы облыс жұртшылығы тарапынан мемлекет басшысының жолдауы үлкен қолдауға ие болғанын айтты. Жолдауда айқындалған әр бағыт бойынша жауапты басшылар нақты тапсырмалар алды. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, Ақпарат, Түркістан қаласы.